Ассаламу алейкум. Бұл видеода сіздермен осындай садақ құрақты үйренетін боламыз. Бұл біздің құрағымыздың 5-ші түрі. Оңай құрақтар бізде бітті. Келесіде күрделі құрақтарды тігетін боламыз. Сол үшін каналға тіркеліп алыңыз. Ол үшін бізге осындай 4-4 сантиметрлік шаршылар қажет болады. Бұл біздің құрағымыздың көзі мен бұрыштарына арналған шыт матамыз 14-14 сантиметрлі және 3 түрлі түстен ені 3 сантиметр болатын ленталарымыз қажет. Бұл бізде матовый велюр матасы. Ең бірінші бізге осы шыт матамыздың ортасын тауып алу керек. Алдыңғы видеодағыдай бұрышты бұрышқа келтіреміз де бір-біріне қарай бүктейміз. Міне осы жерде біздің құрағымыздың ортасы болады. Ең бірінші шыт матамыздың ортасына осы құрағымыздың көзін орналастырамыз да, мына төрт бұрышы төрт линиямызға келу керек. Айналдырып тігіп шығамыз. Енді қызыл матамыздың түгін төмен қаратып, бетін бетіне қаратамыз да тігіс жүргіземіз. Келесі бізде сары түсімізді бетін бетіне қаратып, түгін төмен қаратамыз. Қоңыр түсімізді түгін төмен қаратып, бетін бетіне қараттық. Осы жерде құрағыңыз түзу болып шығу үшін мына жақ шеттегі квадратыңыз түп түзу дәл болып шығу керек. Келесі жағда бізде қоңыр түсті болады. Міне есіңізде осы екі жақ шеті қоңыр, сары және қызыл түс. Мінеке қоңыр жағына біз осындай екі бұрышымызды тігетін боламыз. Ол дәл солай біздің 4-4 сантиметрлік квадратымызды дәл мына бұрышқа келтіріп қоямыз, дәлдейміз. Мына бұрышымыз мына бұрышқа, мына бұрышымыз осыдан ары қарай өтіп кете береді. Мына жерден 1-2 сантиметр алдыға қарай жүреміз, реверс жасап артқа қарай тігіс жүреміз. Міне енді біздің бұрышымыз бері қарай жылжымайтын болады. Бұрышымыз тігілді. Енді осыны ашамыз да артқа қарай тігіс жүргіземіз. Мінеки біздің бұрышымыз өте әдемі және түзу болып шықты. Қалғанын дәл солай қайталаймыз. Мына жерде қызыл түс, сары түс және қоңыр түске келгенде осындай бұрышын дайындаймыз. Екінші бұрышымызға да келіп жеттік. Бұл жерде ешқандай ерекшелік жоқ. Дәл солай бұрышты бұрышқа келтіреміз. Мына бұрышымыз қалған жақтың бұрыштарын басып өтуін қадағалаймыз. 1 сантиметр алдыға артқа қарай тігіс жүргіземіз. Енді бұрышымыз жылжымайды.
және осы төрт бұрыштың диагоналімен жүріп өтеміз. Мінекей біздің бұрышымыз туп-тура әп-әдемі түп-түзу болып шықты. Енді дәл алдыңғы жұмыстағыдай айналдырып, әр түсті өзіне келтіріп тігіп шығамыз. Мінекей біздің құрағымыз дайын болды. Біздің дайын блогымыз есіңізде болса 12-де 12 сантиметр болып шығу керек. Мына жақ шетіне менде 13 сантиметр, ал мына жақ шетінде дәл солай 13 сантиметр болып тұр. Біз қазір осыны айналдырып тігіп шығамыз да артық жерін қиып тастаймыз. Мінекей біздің құрағымыз дайын болды. Астарымыз біздің осындай үзбей тігу технологиясымен. Келесі видеоларда біз көрпемізді бүтіндей жинайтын боламыз. Сол себепке каналға тіркелуді ұмытпаңыз.